Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Бүгін біз осындай ерекше дәмді болып шығатын чизкейк дайындайтын боламыз. Бұл чизкейктің арасында ешқандай қоспа, краска жоқ. Бұның арасына біз шие қосып істедік. Осындай әдемі түс беріп тұрған ол шие. Осындай ерекше чизкейкіміздің дәмі де әрине ерекше болады. Дәмі өте дәмді, ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ, әдемі болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасалу жолы оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керегі шие. Осындай таза піскен, қып-қызыл болып піскен шиемізді жуып аламыз. Жақсылап тұрып шиелеріміз жуған соң, шиелеріміздің дәнектерін алып тастаймыз. Міндетті түрде шиеміздің дәнегін алып тастауымыз қажет. Өйткені осы шиені біз қазір чизкейктің арасына қосатын боламыз. Сол үшін де мұқият болыңыздар. Міне мен бүкіл шиелерімнің дәнектерін алып тастадым. Ендігі кезекте үстіне шекерді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осы чизкейктің құрамын описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Жақсылап тұрып араластырып болған соң 5 минут баяу отта қайнатамыз. Бұл жерде біздің шекеріміз еру қажет. Ендігі кезекте үйлеріңізде блендер бар болса, осындай блендерға салып блендерлаймыз. Сонда бізде бір келкі шие шығады. Немесе үйлеріңізде блендер жоқ болса, оның орнына шанышқының көмегімен, яғни осындай езіп тұрып бір келкі шие шығарамыз. Міне блендердің көмегімен бізде осындай шие шықты. Бұны қазір суытып қоюымыз қажет. Шиеміз суып жатқан кезде печеньемізді майдалауымыз қажет. Бұны блендердің көмегімен істесеңіздер болады, немесе оқтаудың көмегімен де істесеңіздер болады. Ол әрине өз қалауларыңызда. Бұл жерде мен дүкеннің печеньесін қолдандым. Үйлеріңізде қандай печенье бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Ендігі кезекте сары майымызды ерітейік. Мен сары майды микроволновкаға еріттім. Енді майдаланған печеньемізді басқа бір ыдысқа салып, оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Майды қосып, жақсылап тұрып араластырған соң, печеньеміз өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Енді формамызды дайындап аламыз. Менде диаметрі 22 см. Сіздер осындай форманы кондитерлік дүкеннен сатып ала аласыздар. Үстіне пергамент қағазын төсеп, осы печеньеміздің бәрін осы формамызға саламыз. Сосын қасықпен тегістеп шығамыз. Мен кейде осындай банканың қақпағымен де тегістеймін. Шынымды айтсам, осы банканың қақпағымен теп-тегіс болып шығады. Әп-әдемі қылып тегістеп болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Ендігі кезекте чизкейкіміздің салмасын дайындайық. Бұл жерде біздің чизкейкімізге қосатын бүкіл құрамының бәрі бөлме температурасында болғаны маңызды. Сол үшін де чизкейк пісіретін болсаңыздар, алдын ала 1 сағат, 2 сағат бұрын жұмыртқаны, осындай творожный сырымыздың бәрін алдын ала шығарып қоюларыңыз қажет. Ыдысымызға сүзбемізді саламыз да, оның үстіне шекерімізді салып, венчикпен жақсылап тұрып, бір келкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, бізде осындай әдемі бір келкі болып шығады.
Енді үстіне қаймағымызды қосамыз. Бұл жерде менің қаймағым 15% қаймақ. Үйлеріңізде қандай қаймақ бар, соны қоса берсеңіздер де болады. Тіпті қолдың қаймағын да қоссаңыздар болады. Өте дәмді шығады қолдың қаймағымен. Қаймағымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып болған соң, алдында біз шиден осындай пюре жасадық. Енді осыны қосамыз. Бұның бәрін қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, бізде осындай әдемі түс шығады. Ендігі кезекте крахмал қосуымыз қажет. Бұл жерде біздің крахмалымыз жүгері крахмал болу қажет. Сондықтан да тек қана жүгері крахмалын қосыңыздар. Ендігі кезекте жұмыртқа қосамыз. Бұл жерде жұмыртқаны яғни бір-біреулеп қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Екінші жұмыртқамызды да қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде жұмыртқаның жақсы араласуы маңызды, сондықтан да жақсылап тұрып араластырыңыздар. Міне, біздің чизкейкіміздің салмасы дайын болды. Осындай әдемі болып шығу қажет. Ендігі кезекте формамызға чизкейкімізді құямыз. Сосын үстін тегістеп шығамыз. Тегістеп шыққан соң, алдын ала 120 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат 30 минут пісіріп аламыз. Пісіріп жатқан кезде біз пешіміздің, яғни аузын ашпаймыз. Чизкейктің піскенін сіздер осылай қимылдату арқылы білесіздер. Қимылдатып жатқан кезде өз формасын ұстап тұр, сонда чизкейк пісті деген мағынада. Чизкейкімізді суытып, минимум тоңазытқышта 2 сағатқа ұстаймыз. 2 сағат өткен соң кесіп, дәмін татсаңыздар болады. Міне біздің чизкейкіміз осындай әдемі болып шықты. Чизкейкті сәндемей жесеңіздер де болады. Немесе сәндегілеріңіз келетін болса, үстіне шие қойыңыздар. Өте әдемі көрінеді. Үстін шиемен әдемілеп сәндеген соң, достарыңыздың туған күніне істеп берсеңіздер болады. Бәріне ұнайтынына сенімдімін, өйткені бұл ерекше чизкейк, арасына ешқандай краскасыз, артық қоспасыз жасалынған, шие қосылған, өте дәмді болып шығатын чизкейк. Сіздердің дастархандарыңыздың сәнін алып келеді, және де үйлеріңізге бақыт алып келетін чизкейк. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де менің каналымнан қандай тәттілердің рецептісін көргілеріңіз келеді, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер.